Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде The Golden Cup атты сайыс өтті. Сайыстың мақсаты студенттердің әртүрлі шараларға белсенді қатысуы, біліммен қатар өнерді бірге алып жүруге дағдыландыру және уақыттарын көңілді әрі тиімді өткізу. Сонымен қатар студенттер арасында достық қарым-қатынас орнату. Байқауға физика, математика және жаратылыстану география факультеті бойынша іріктелген 5 жұп қатысты. Әр жұп дайындалған тапсырмаларды орындап сынға түсті. Біздің бүгінгі кешіміздің мақсаты негізінен факультет ішіндегі достық қарым-қатынасты күшейту, басқа факультеттермен араластыру және де факультет ішімен таныстыру болып келеді. Біздердің кешіміздің турларына көшетін болсақ, ол біздерде ең алдымен таныстыру және де Instagram өзіміздің парақшамызға шығатын афиша, яғни өзінің қандай да бір оларға бір образ берілген болатын, сол образдағы афиша болып келеді. Және де үшінші біздерде видеоролик, төртіншісі әлі алдағы уақытта айтылады. Байқау барысында студенттер өздерін таныстырып, өнерлерін көрсетті. Ақылдарын ортаға тастап, логикалық сұрақтарға жауап берді. Жалпы ұйымдастырушылар тарапынан дайындық деңгейінің жоғары екені байқалды. Арнайы сәнделген сахна көз жауын алады. Сондай-ақ әр кезеңнің тапсырмалары да ерекше. Байқау қорытындысы 5 номинация бойынша үздіктерді анықтап берді. Ал байқаудың басты жеңімпазы болып Рапунцель жұбы атанды. Алтын жұп жаратылыстану география және физика математика факультетінің 1-ші курс студенттері. Бізде негізі көптеген дайындықтарды талап етті. Кешкі сағат 10-11-ге дейін де дайындалған кездеріміз болды. Күн салқын болса да, оған қарамай керемет фотоларды шығарып, осы үшін біздің тәлімгерлеріміз Нұрберген ағайға және Ақжүніс апайға үлкен рахметімізді айтамыз. Сол кісілердің арқасында осындай 1-ші орынды алып отырмыз. Рахмет. Және де қосып кетерім, осы жобаны жасап, дайындап, барлығын дайындап біз үшін істеп жатырған кісілерге, яғни біздің үлкендеріміз, соларға үлкен рахметімізді айтамыз, және 1-ші орын алғанымызға өте қуаныштымыз. Жеңімпаздар мақтау қағаздары мен сыйлықтармен марапатталды. Алдағы уақытта да аталмыш байқау өзге факультеттерде ұйымдастырылмақ. Өйткені айтулы шара студенттер жүзіне күлкі сыйлап, оларды талғампаздыққа, ой ұшқырлығына жетеледі.